қолыңыздан алып, дөңгелені құрайық, керегені құрайық, уықтар болып иіліп, шаңыраққа киіліп, киіз үйді құрайық. Сіздерге бүгін бір шаңырақтың астында бәріміз бірігіп, керегеміз мықты болатыны жақсы нәтижеге жұмыс істейміз. Жұмысты бастау үшін сандықтағы асықтарды ұсынамын. Бір асықтан алсаңдар болады. Кеңіздер. Осы асықтың үстеріне сәйкес топтарға бөлініп отырсыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында жүргізіледі. Жалпы ұлттық құндылық дегенді қалай түсінесіздер? Ұлттық құндылыққа не жатады? Ұлттық құндылық дегеніміз, яғни адам патриот болуы, әр ұлттың өзінің тілі болады, дәстүрі болады дегендей. Солардың барлығы ұлттық құндылыққа жатады. Өте жақсы, рахмет Серікжан. Ұлтымызды ұлы ететін, оның мәдениеті мен рухани байлығы деген екен шәкәрім Құдайберді. Сол сияқты бізге тәуелсіздік ұлттық құндылықтарды сақтаудың жолы деп Міржақып Дулатұлы айтқан екен. Енді сабағымыздың тақырыбын ашпас бұрын сіздерге мынандай сұрақ қойғым келеді. Көлемді ақпаратты кестеде нақты ақпаратты қалай табуға болады деп ойлайсыздар? Сылық сөз арқылы ма? Яғни сұрыптау арқылы сөзге керекті белгілі мәліметті аламыз. Өте жақсы. Деректер базасынан тек қана қажетті деректерді алу үшін не қажет? Яғни бірінші деректер базасынан қандай кестеден аламыз, соны бірінші белгілейміз. Одан кейін оның ішінен не керек соны аламыз ғой, сылық бірінші. Яғни сұрыптау қажет. Жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дерекқор кестесіне арналған SQL сұраулары. Яғни біз бүгін сұраныстармен жұмыс жасаймыз. Сабағымыздың мақсаты SQL тілінің негіздерін және дерекқор кестесіне арналған сұрауларды құруды үйрену. Бүгінгі сабақта мен сіздерді бағалау парақтарымен бағалаймын. Алдарыңызда тұрған бағалау парақтарды алыңыздар. Сол жерде көрсетілген ұпай сандары берілген, яғни әрбір тапсырмалар берілген. Сол жердегі ұпай сандарын өздеріңіздің қоржындарыңызға жинайтын боласыздар. Жоғары жағына аттарыңызды жазып қойсаңыздар. Өткен тақырыпты қайталау үшін мен сіздерге бәйге ойыны ережесіне сәйкес тапсырманы ұсынамын. Алдарыңызда тапсырмада берілген QR кодты сканерлейміз. Room name 303530-ді тереміз. Одан шыққан жерге өз аттарыңызды көрсетіп қойсаңыздар. Бұл жерде үй тапсырмасын қайталау бойынша сұрақтар беріледі. Әрбір дұрыс берілген жауапқа бір ұпайдан жазасыздар. Қолдарыңызда тұрған кестеге сәйкес бағалау парақтарыңызда ұпай сандарын көрсетіп қойыңыздар. Мысалы үшін Серікжан 9 ұпай жинады. Алинаден 7 ұпай. Арналар 8 ұпай жинады. Әрбір топ қазір бір-бір берілген тапсырманы тақырыпты ашып, презентация құрмайсыздар. Берілген топтарымыз тапсырмаларымызды плакатқа жазамыз. Әрбір топ тақырыптарымызды сәйкес бірінші топ кестеге мәліметтерді енгізу, екінші сіздерде логикалық мәліметтер, сіздерде шартты
яғни in бұл жерде жаңағы таблицаның кестенің атын жазылады, кестедегі столбецтер жазылады. Және астына валуос пен ақпаратты енгіземіз. Мысалы, бірінші мына жерде order ID-ға 6 деп, дальше бағасын қанша деп. Және астында select name from orders деген осы кестені бізге шығарып береді. Өте жақсы. Орындарыңызға отырсаңыздар болады. SQL-да or and not деген логикалық операциялар қолданылады. Бүгін біздің тапсырмада бізде order amount дегеніміз бізде бағасы болып тұр, item деген заттар. Сол кезде бізде 300-ден төмен заттар шығып тұр ғой. 300-ден жоғары, 1000-дан төмен заттар шығып тұр. Бұл жерде яғни қандай логикалық операция қолданылып тұр? Бұл жерде бізде end деген логикалық операциясы қолданылып тұр. Өте жақсы. Түсінікті ғой, иә балалар? Кестедегі деректерді сұрыптау үшін where сөзі қолданылады. Мысалы, бізде мына кестеде біз select from students where age 20-дан үлкен деген код жаздық. Оның нәтижесінде бізде 20-дан үлкен жастағы студенттердің ғана тізімі шығады. 14 және 15 жастағы студенттер нәтижеде көрінбейді. SQL-да шарт бойынша жазбаларды таңдау үшін where операторын қолдануға болады. Мысалы, егер сіз белгілі бір шартқа сәйкес келетін жазбаларды таңдағыңыз келсе, келесі сұрыптауды пайдалана аласыз. Өте жақсы. Келесі тапсырманы орындау үшін мен сіздерге теңге ілу ойынына сәйкес тапсырманы ұсыну деп тұр. Бұл жерде ойын тәртібі былай. Мынау алдарыңызда тұрған теңгелерді қазір өздеріңіз жауап беру реттілігінде сәйкес аласыздар. Тапсырма парақтарында сіздерде 3 тапсырма берілген. Қазір топ тұрсыңыз. Ол топта отырып бірінші тапсырманы орындаймыз. Теңге ілу ойыны бойынша берілген тапсырма бұл жерде жылдамдық талап етіледі. Яғни 3 топқа бірдей тапсырма беріледі. Қай топ бірінші аяқтайды, сол топ қолын көтереді де келіп мына жерден өзінің тиесілі ұпай санын алады. Яғни 40-ты алады. Екінші келген топ одан кейінгі тиімді алады, үшінші келген топ үшінші тиімді алады. Түсінікті ғой, ондай болса бастайық. Бірінші тапсырма, онлайн компьютерде ашасыздар, мына жерде бірінші тапсырма. Ордер кестесіне келесі жазбаларды қосамыз. Қосу үшін insert into деген жазылып қойып. Екінші болып, мына екінші кейінді аласыздар. Қалған үшінші топ, мына жақтан, мына үшінші тиімді аласыздар. Жақсы. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырманы орындайық. Бұл жерде де бірінші аяқтаған топ, бірінші тиімді иеленеді. Келесі енді екінші тапсырманы бірінші орындаған топ, келіңіздер. Диана. Екінші келі азамат. Және үшінші орындаған Армен. Келіңіздер. Жақсы. Өз келдеріңізді алыңыз. Жақсы. Енді ағарай үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырманы орындаймыз. Бірінші болып аяқтаған үшінші топ Арман. Келіңіз. Екінші Ағаке. Үшінші келіңіз. Дәурен. Жақсы. Өз тиімдеріңізді аламыз. Жақсы. Орнымызда отырайық.
жиналған тиындарыңызды әр тапсырма бойынша әр тиындағы ұпай санын топтап отырған әрбір мүшеге теңдей етіп бөліп бағалау парақтарыңызға жазасыздар. Келесі тапсырма сіздерде топтық жұмыс Тарсия әдісі бойынша, яғни мына жердегі фигураларда берілген сұрақ жауаптарды сәйкестендіріп, белгілі бір фигураны шығару керексіздер. Жақсы жұмыс жасаймыз. Уақыт аяқталды. Енді өздеріңіздің жұмыстарыңызды сіздерде мынандай 3x3 фигурасы шығу керек болған. Тапсырмаларыңызды, жауаптарын тексереміз. Әрбір дұрыс жауапқа бір ұпайдан жазып қоясыздар. Мынандай сүйектер ұсынамын. Бұл бізде қандай ұлттық ойынға сәйкес келеді? Кім айтады? Қандай ұлттық ойын? Сүйекпен ойнайтын? Ақ сүйек ойыны. Келесі тәжірибелік тапсырма бізде жамбы ату ойына сәйкес жүргізіледі. Ол үшін сіздерде компьютерда практикалық тапсырмалар орындау керек болады. Қазір компьютерге отырайық. Тәжірибелік тапсырманы әрбір дұрыс орындаған тапсырмаларыңыз үшін 5 ұпайдан өздеріңізге жазып қойыңыздар. Келесі тәжірибелік тапсырма сіздерде квест түрінде берілетін болады. Алдарыңызда тұрған квестті ашамыз. Мына жерде сіздерде бөлме мектепті шашып тұр. Сіздердің мақсаттарыңыз осы жерде жасырынған 5 тапсырманы тауып дұрыс жауап беру. Барлық тапсырмаға дұрыс жауап берген кезде сіздерде мына есік ашылу керек. Тапсырма дұрыс орындалды деген сөз. Өзіңізге 25 ұпайды жазып қойыңыз. Бүгінгі сабақты қорытындылау үшін мен сіздерге қазақтың ұлттық ойыны орамал тастау ойынын ұсынғым келіп тұр. Орамал кімге түседі? Сол өз пікірін келесі сөйлемдерді аяқтау арқылы жеткізетін болады. Бірінші орамалды мен Сержанға ұсынамын. Бірінші сұрақ. Бүгінгі менің үйренгенім SQL базасында сұрыптау операцияларын қолдануды үйрендім. Өте жақсы. Келесі орамалды кімге ұсынасыз? Қайсарға ұсынамын. Жақсы. Қайсар? Маған сабақта ұнағаны. Бүгін маған сабақта өткен ойындар ұнады, үйренген заттарымыз ұнады, неше түрлі интерактивті ойындар болды бізде, соның бәрі ұнады. Жаңа заттарды үйренгеніне де тоже ұнады маған. Өте жақсы. Орамал кімге ұсынасыз? Азаматқа ұсынамын. Азаматқа. Жақсы. Келесі? Маған сабақта қиын болғаны ол топтардың арасында бір-бірімен шайыстыру, оларды үлкен кішісін табу, сол қиын болды. Жақсы. Логикалық операциялар қиындық туғызды. Жақсы. Келесі орамал кімге ұсынасыз? Орамалды Айнадерге ұсындым. Жақсы. Айнадер. Бүгінгі жетістіктерім ол жаңа ноты сортировканы білдім. Сортировка новых командаларын, добавление, изменение, удаление, новый интерактивалар, қызықты ойындар. Жақсы.
Рахмет. Орамалды кімге Дәурен Демирев. Жақсы. Дәурен. Мен сабақта бүгін SQL, MySQL-де кестемен жұмыс істеуді түсіндім. Болды. Мен орамалы қарғап қойдым. Жақсы. Менің келесі қадамым осы сабақта алған білімімді, деректерді сұрыптау бойынша алған білімімді ары қарай жалғастыру, толықтыру. Жақсы. Келесі. Бүгінгі сабақ менің болашақта пайдалану үшін пайдалы. Себебі мен осы мамандықты ары қарай жалғастыруға өте үлкен көмек тигізеді. Жақсы. Рахмет. И соңғы кімге сұрамыз? Мен бүгін мынандай жаңа сұрақтарға жауап таптым. Қалай деректер базасын қолдана білу және де оны қалай толтыру керек екенін білдім. және ішіндегі даналарды қалай өзгерту керек екенін де білдім. Рахмет. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз.